Асқар тау әкеге арнау. Райжанов Иса Саттарұлы. Ардақты әке, бір жыл өтті көрмегелі жарқыраған жүзіңді. Еске аламыз дұға оқып өзіңді. Қойны суық қара жерге бергеннен сағыныштан ет жүрегім езілді. Сіз кеткенде әулетіміз қиналды. Дұға тілек рухыңызға арналды. Бір жыл өтіп, сыйлап сізді ағайын, еске алып, қол жаюға жиналды. Бұл өлеңім жан әкеме арналады. Өмір жолы жас кезінен жырланады. Ендеше болғай бізде назарыңыз, жаратқанның нұрына толсын ажарыңыз. Әйгілі Боралдайдың баурайында, сарқыраған өзеннің маңайында, Қаратас атты аулы бар берекелі, Саттар атаның шаңырағы бар керегелі. Зәуре әже ошағын атамыздың түтіндеткен, мұрагер ұлды сыйлап күлімдеткен. Үлкендер бата берді, әкезін басар деп, аталардың жолын қуып асар деп, бақытты ұзақ ғұмыр жаса деп, азанмен қойдатын Иса деп. Есейіп бала үміт отын ақтайды, мектепте ұстаздары мақтайды. Пионер боп галстук таққан жас бала, комсомол боп жаңа өмір бастайды. Игеріп білім ғылым есебін, тәмамдап орта білім мектебін, техникалық училищеге аттанады. Ата-анасы мақтаныштан шаттанады. Намыс қой қазағымның ері үшін, парыз қой борышты өтеу ел үшін. Қосылып атқыштардың қатарына, тізіліп армияның сап-сабына, Украинада атқарады борышын, абыроймен аяқтайды зор ісін. Оралып аулына ер азамат, дарыған бір басына бар жақсат. Ақтаста көлік мініп еңбек етіп, қойып ап тура жолда үлкен мақсат. Өнерге құштарлығы бала кезден, шырқаса әні самғап дала кезген. Жүрегі өнер іздеп бағыт бағдар ауыстырған, Шымкентте театр менен қауыштырған. Бұл жылдар ұмытылмас алтын күндер, арман қуып өткізген жарқын түндер. Тапқанда шырын гүлдей жан қалауын, арнаған сол аруға жан жылуын. Қос ғашық қол ұстасып үйгенеді, ата-анасы қуанышты күйгенеді. Жаңа өмір жолын салып төселеді, жыл өтіп бақыттары еселеді. Себебі бұл дүниеге қыз келеді, жаратқан несібесін мол береді. Саматгүл деп Райжан ата ат қояды ерекше, атына сай қызы ерек өзгеше. Қуаныштан той жасады өңірге, немересі медет болып көңілге. Елімізде егемен таң атқанша, сырдың соңғы күні батқанша, енді әке фосфор зауытына ауысады, жұмысында белсенділік танытады. Одан кейін
өз кәсібін жолға салып, шымшаһарда дөңгелеткен қолға алып, көрді талай еңбегінің жемісін, біз де жүрдік қолдап оның жеңісін. Жалғыз қызын ұшырады қияға, қолдан беріп қондырады ұяға. Ата-әже атану да бұйырады басына, 60 жастың ағы түсіп шашына. Айзеремен Аружан келген кезде қасына, қысылмап ет қуанышты жасы да. Келген кезде әкеміздің 60-ы, өмірінің бел-белесі тал түсі. Той думанға жиылып еді ағайын, құрбы-құрдас жайқалтып ет маңайын. Әнін тыңдап, сүйді оның көрермені, бүгінде сыйлап әнді жүрер меді. Достар менен тума-туыс жиналушы еді маңайына, тамсанып, қайран қалып жағдайына. 8 жылда ешбір жанға білдіртпеді науқасын. Сыр берместен жалғастырды шайқасын. Қосағын жерге беріп қайғы содан, ажалдан құтылып ет қайғы саман. Қасында қолдап жүрер мен болсам да, жылайды жалғыз сырап байғұс анам. Әніңді тыңдап, сағынғанда өзіңді, жебеп жүрші әке, қара қызыңды. Сен едің бұл өмірде тірегім, енді мен де жалғап келем ізіңді. Тәрбиеңді көріп өстім жасымнан, сенде ешкім сипамапты басымнан. Жәудіреп қалдық, түсінбей әке артыңнан, біздер үшін кетуің болдау тосыннан. Ардақты әке, ұйқыға кеттің оянбас, өкініштен өксік кернеп қоя алмас. Бұл Алланың бұйрығы ғой, бұл жұтпас, сұма жалда жұтқан менен той алмас. Жаратқаным жұмақ төрінен орын берсін. Жан әкем бізді жебеп қолдап жүрсін. Суын ішіп кәусәрдің шөлін басып, жәннаттың бақшасынан жеміс жесін. Асқартау әке, адал жар, ардақты дос, сыйлы көрші, жанашыр бауыр, Райжанов Саттарұлы Исәке. Жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай.